Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 34-ші сабақта сөйлемнің дара және күрделі мүшелерін ажыратуды үйренеміз. 7-ші тапсырмаға қарайық. Бағаның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыра оқып, қарамен жазылған сөйлем мүшелеріне сұрақ қой, не байқадың дейді. Арнұр мұражайға келді. Арнұр мұражайға не істеді? Келді. Кесенеде үлкен тайқазан бар. Қандай тайқазан? Үлкен. Тайқазанның салмағы 2 тонна. Қанша тонна? 2. Яғни бұл жерде бірінші бағанда бізге қарамен жазылған сөйлем мүшелері бір ғана сөзден жасалған, бір ғана сөзден жасалғанын көріп тұрмыз. Енді екінші бағанда оқиық. Әли әкесімен отырарға келе жатыр. Қараңдар, қарамен жазылған келе жатыр. Не істеді? Келе жатыр. Одан кейін қарайық. Өте үлкен кітапханада өте үлкен кітап бар дейді. Қандай? Өте үлкен. Тәуелсіздік ескерткішінің биіктігі 28 метр. Қанша метр? 28. Яғни екінші бағандағы сөздер, сөйлем мүшелері екі сөзден құралған екен. Енді сөйлем мүшесі бір сөзден де бірнеше сөзден де жасала береді. Жеке сөзден жасалған сөйлем мүшесін дара мүше деп атайды. Мысалы, қазір біз оқыған, келді үлкен 2 тонна деген, Марал кесенеге келді. Кім? Марал. Қайда? Кесенеге не істеді? Келді. Екі не одан да көп сөзден жасалған сөйлем мүшесін күрделі мүше деп атайды. Мысалы, Марал кесенеге келе жатыр. Не істеді? Келе жатыр. Екі сөзден тұрады. Яғни бұл күрделі мүше деп аталады екен. Балалар, ендігі орындайтын тапсырмаларымызда біз дара және күрделі мүшелерді анықтайтын боламыз. 8-ші жаттығуға қарайық. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз дейді. Толағайдың торы ала аты бар. Толағай, торы ала атыңды тағалатып ал. Осы жерден күрделі мүшені тап, оның қай сөзбен байланысқанын сызып көрсет дейді. Және күрделі мүшенің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Енді қараңдар, торы ала қандай? Торы ала, Яғни бұл жерде екі сөзден құралып тұрғандықтан бұл күрделі мүше болып тұр, Екіншісін қарайық. Торы ала ол жерде де және де тағалатып ал. Не істеп ал? Тағалатып ал. Баяндаушта күрделі болып тұр, Осы жерден екеуін таптық, қандай мүше екенін, енді қандай сөзбен байланысқанын көрсетейік. Торы ала аты, қандай аты? Торы ала. Торы ала не? Аты. Торы ала аты деген бір-бірімен байланысып тұр. Ал екіншісінде торы ала атыңды және атыңды тағалатып ал. Бұл да байланысып тұр. Енді күрделі мүшемен айтылуы мен жазылуын салыстырайық. Торы ала деген сөздің айтылуында дыбысы түсіп қалады, Торы ала деп айтамыз, Жазылғанда дыбысы жазылады. Екінші, тағалатып ал айтылуында тағалатып сөзінің соңында п дыбысы б болып айтылады. Өздерің айтып көріңдер. Тағалатып б деп айтамыз, бірақ п болып жазылады. Енді 9-ші тапсырмада мәтіннен күрделі мүшелерді тауып, неліктен күрделі мүше болатынын дәлелде дейді. Әкең Мұхаммед Құсайын мырзаның өз дегенінен қайтпайтын мінезі бар. Бала күнінен ата-баба тарихын құлағына құйып өсті. Олардың жүріп өткен жолына дейін жатқа білетін. Аталарыңның іс-әрекеті ол үшін үлкен мәртебе. Солардың халқына еткен қызметін мақтаныш тұтатын. Аталарыңдай болу оның бала күнінен бергі мақсаты еді. Мына заман оған мүмкіндік беріп еді. Мәулен есіне бірнәрсе түскендей үнсіз қалды. Мұхаммед Хайдардың екі көзі ұстазында. Ол үшін одан асқан данышпан жоқ тәрізді. Шығыстың ұлылары кітабынан алынған. Енді осы жерде біз күрделі мүшелерді табайық. Қараңдар, Мұхаммед Құсайын мырзаға. Бұл бастауыш, Кім? Мұхаммед Құсайын мырза. Кім? Мұхаммед Хайдар. Және іс әрекеті бұл екі сөзден құралып тұрған баяндауыш, Екі көзі, несі деген сұраққа жауап беріп тұр, Бұлар күрделі мүшелер, өйткені 2-3 сөзден жазылып тұр және бастауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Енді одан кейінгіне қарайық. Бала күнінен деген сөзді қарайық. Қашаннан бері? Бала күнінен. Яғни 2 сөзден шығып тұр. Бұл да күрделі мүше. Бұл пысықтауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Бізге айтады, дерек сөздерден Мұхаммед Хайдар Дулати туралы ақпарат ізде дейді. Мұхаммед Хайдар Дулати 1499 жылдары өмір сүрген екен, әйгілі тарихшы, әдебиетші.
Ол аса құнды деректер беретін тарихи Рашиди кітабы мен Жиһан-наме дастанының авторы. Оның толық аты жөні Дулат Мұхаммед Құсайынұлы Мырза Мұхаммед Хайдар. Мұндағы Мұхаммед Хайдар өз аты, Мұхаммед Құсайын әкесінің аты. Мырза текті әулеттің тұқымы екенін білдіретін атау. Дулат шыққан тайпасының атауы. Осындай таптық дерек көздерден. Енді 10-шы тапсырмаға қарайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Балалар қатесіз мына сөйлемдерді көшіріп жазып алыңдар. Осы сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдап, қайсысы дара, қайсы күрделі мүше екенін айтайық. Қай мүше сөз табына жататынын да айтамыз. Қараңдар, талабы жоқ бала біліммен құр қалады дейді. Кім? Бала. Не істейді? Құр қалады. Бастауыш пен баяндауыш. Неден құр қалады? Білімнен. Енді қараңдар, несі жоқ? Қандай бала? Талабы жоқ. Қандай бала? Анықтауыш. Талабы жоқ. Екі сөзден, яғни бұл күрделі сөз мүшесі екі сөзден тұр. Анықтауыштың сұрағына жауап береді. Ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Бұл жерде қараңдар, ол деген бастауыш. Не істеді? Тарта жөнелді. Бұл да екі сөзден тұр. Баяндауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Екі сөзден құралып тұр. Одан кейін қарайық, мұғалім оған түсіндіре бастады. Кім? Мұғалім. Мұғалім не істеді? Түсіндіре бастады. Яғни баяндаушта күрделі мүше екі сөзден құралған. Сәуленің әкесі ұзын бойлы адам екен. Кім? Әкесі. Қандай адам? Ұзын бойлы. Яғни екі сөзге жауап беріп тұр. Ұзын бойлы. Қандай деген анықтауыш. Яғни бұл да күрделі мүше, анықтауыштың сөзіне жауап беріп тұр. Одан кейін біздің мектепте 800 оқушы бар. Бұл жерде қараңдар, 800. Бұл да күрделі мүше. Анықтауыштың сұрағына жауап беріп тұрған күрделі мүше болады. Одан кейін 11-ші тапсырмаға қарайық. Суреттерге қарап сөйлемдердің күрделі мүшелерін тауып жаз дейді. Қараңдар, бұл жерде мысалы мына ат тұр. Құлагер бәйгеде озып келді. Не істеді? Озып келді. Яғни күрделі мүше болады. Байжан сурет салып отыр. Не істеп отыр? Салып отыр. Яғни бұл да күрделі мүше, баяндауыш, етістіктен жасалып тұрған. Үшіншісіне қарайық. Бақта алма ағаштары көп. Не көп? Алма ағаштары, яғни баяндауыш. Баяндауыштың сұрақтарына жауап беріп тұрған күрделі мүше. Одан кейін екі дос шахмат үйірмесіне жазылды. Кім шахмат үйірмесіне жазылды? Екі дос. Кімдер деп айтсақ болады. Яғни бұл да күрделі бастауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Күрделі мүше. Және бізге айтады, қай сөз табынан жасалғанын да айтыңдар дейді. Қараңдар, зат есімнен жасалған, ал баяндауыш етістіктен жасалып тұрған. Бастауыш әрқашанда зат есімнен жасалады. Енді соңында екі дос дегенде және сан есім қосылып тұр. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Лайк басып, подписацияны басамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.